кезінде үнді патшалықтарының бірінде жергілікті раджа болыпты. Қазірдің мезгілінде раджа аңға шығып, сиқырлы бұғыны қуып жүрді. Сол бұғы тұяқпен жерді ұрғанда, тұяқтың астынан жерге алтын тиындар құлайтын. Раджа мен оның жанындағылары жарты күн осы бұғыны джунглиде қуып жүр. Олар оны қуып жететін сияқты болар кезінде сол бұғы бір керемет түрде олардан қашып кететін. Және қазірде аңшылар енді бұғыны ұстап алайын деп тұрғанда, бұғыға кедей бала көмектесті. Сол бала джунглиде жер жыртты. Бала қуғанды көріп, бұғы жүгіріп келе жатқан жолға тез жүгірді. Және жұмсақ сөзбен бұғыны оңаша жерге шақырды. «Қорықпа, мен сені тығып тастаймын», деді бала. «Қорықпа». Бұғы сәл алға жүгіріп, тұяғымен жерді соқты. Алтын тиындар сол жерде жатып қалды. Содан кейін балаға қайтып, бала көрсеткен жерге тығылды. Бұғы тығылып кеткеннен кейін раджа аңшылармен бірге шауып келді және баладан сұрады: «Мына жерден өтіп бара жатқан бұғыны көрдің бе?» Бала: «О құрметті раджа, мен мына жерден жүгіріп бара жатқан бұғыны көрдім. Ол сол жаққа кетті», айтты бала және қолымен сол жақты көрсетті. Баланың өтірік па, расын айтып тұрғанын тексеру үшін раджа уәзіріне бұйрық берді: «Бар, тексеріп көрші, рас па, рас емес па. Егер сен мені алдасаң, бала, мен сенімен арыстандарды тамақтандырамын», деді раджа. «Бала шындықты айтып тұр», деді уәзір, раджаның қолына бірнеше алтын тиындарды беріп. «Тез барайық, оны қуып жетейік», деді раджа шауып кетіп бұғының артынан. Ал оңаша жерден шыққан бұғы балаға жақындап жылы сөз айтты: «Рахмет, кішкентай бауырым, саған менің көмегім керек болса, сен мені тауып, маған кел». «Сені қайдан таба аламын?» сұрады бала. «Мен өркеш таудың жанындағы жасыл бамбук сыбдырлаған жерде және ескі қаланың артындағы джунглиде тұрамын. Мен жабайы қара өрік өсетін және 6 аюдың баласы арқаға құлайтын, айқайлайтын жерінде тұрамын. Ал ағаштан жапырақ құласа, жолбарыстар бәрі жиналып, осы көрініске жүгіріп келетін жерде тұрамын. Кел, кішкентай бауырым, мен тұратын жеріме, сен маған ұнадың», айтты бұғы. «Сен де маған ұнадың», жауап берді бала. Кенет аңшылардан артта қалған, есекпен жүрген айлакер
қызметші Бабу деген біреу жүгіріп келді және дауыстап айқайлады: «Бұғыны ұста! Ұста бұғыны!» Ал бала бұғыға сыбырлады: «Бар, жүгір, мен оны ұстай тұрамын», деді бала және өзі Бабудың алдына жүгірді. «Сен неге оны жібердің?» ызалана сұрады Бабу баладан. «Мен сенен қорықтым», деп жауап берді бала. «Айтшы, ол қайда тұрады?» сұрады Бабу. «Мен білмеймін», деді бала. «Білесің, сендер екеуін ескі достардай құшақтасып тұрдыңдар ғой», ысқырып айтты Бабу. «Айт, әйтпесе саған жаман болады», баланы ұра бастап және қайта-қайта айғайлап. «Айт, дедім мен саған, жаның бар болғанда». Бір кезде бала босанып кетіп, одан қашып кетті. Ал Бабу соңынан айғайлады: «Сен ешқайда қаша алмайсың, мен Раджаға бәрін айтамын», деді Бабу. Ал осы уақытта Раджа сарайында Раджа өз тағында отырып, өз ойын дауыстап айтып отырды. Барлық раджаларда сиқырлы нәрсе бар. Солтүстіктегі раджада ауада ұшатын ағаш ат бар. Оңтүстік раджаның әйелі құсқа айналады. Батыстағы раджада тамақ жеткізетін сиқырлы таяқшасы бар. Бірақ менде ғана ештеңе жоқ. Раджа ашуланды. «Ох, қалай мен жалықтым. Және мен бүгін сиқырлы бұғыны ұстай алмадым», ызалана деді Раджа. Кенет Раджа өзінің қызметшісін Бабуды көріп, оны саусақпен өзіне қарай шақырды. Мұнда кел мұнда, қорықпа. Ал сен маған бүгін алған алтындарды көрсетші. Мен оларды тексеріп көрейін», деді Раджа. Сонда Бабу өз кеудесінен алтын тиындарын суырып алып, Раджаның қолына берді. Раджа оларды алып, басқа алтындардың арасына сандыққа лақтырып тастады. Бабу шыдай алмай айқайлап жіберді және жылап айтты: «Раджа, сен байқамай менің алтындарымды сандыққа лақтырып жібердің». «О, мен не істедім, деп жауап берді Раджа. «Ал енді мен оларды қалай ажыратамын? Мен өз алтынымды ешкімге бермеймін. Менің алтыным менің қызметшілерімнен гөрі сенімдірек. Өйткені қызметшілерім әр қашан өтірік айтады, алдайды және бүгін сиқырлы бұғыны ұстай алмады. Жоқ, алтыннан сенімді ештеңе жоқ». «О, құрметті Раджа, мен осында әдейі бұл бұғыны ұстау үшін сізге көмектесуге келдім емес пе? Ауылда бір бала тұрады. Ол сиқырлы бұғы қайда тұратынын біледі», деді Бабу. «Сол баланы тез әкеліңдер осында», деді Раджа қуанып. Осыдан кейін Бабу екі сарбазымен бала тұратын ауылға кетті. Ауылға келгеннен кейін Бабу баланы ұстап алып,
Раджаның сарайына әкелді. Сарайда Раджа балаға сот отырысын өткізді. Сен не үшін менің құрметті қызметшімді Бабуды ұрдың? Сұрақ қойды Раджа. Мен оны ұрған емеспін, ол мені ұрды, о құрметті Раджа, жауап берді бала. Ұрды, ысқырып қосты Бабу. Осы күнәң үшін мен саған 10 алтын тиын айыппұл саламын, үкімін жариялады Раджа. Менде ондай ақша жоқ, жылап жауап берді бала. Бала, сен мені тыңда. Егер сен ертеңгі таңға дейін 10 алтын тиындарды әкелмесең, мен сенің басыңды кесіп аламын, ызалана айтты Раджа. Бала басын төмен салып кетіп қалды. Ал Раджа өзінің қызметшісіне Бабуға бұйрық берді. Сен оның соңынан еріп, оның артынан жүресің. Мен сенімдімін, ол сиқырлы бұғыға барады. Солай біз бұғы тұратын жерін біліп аламыз. Түсіндің бе? Мен түсіндім, Раджа түсіндім, жауап берді Бабу ғайып болып. Осы кезде бала сиқырлы бұғыны іздеуге кетті. Ол оны қайдан іздейтінін білмеді, бірақ бәрібір джунглиге іздеуге шықты. Айлакер Бабу оның артынан тығылып жүрді. Кенет ол жас балапандарды жегісі келетін кобраны және ерлікпен қорғаған анасын көрді.